Mine Allah var koy töbede şey. Tushunaman. Қазақша tushunaman, сөйлесін tushunaman. Бама дейді енді кішкене намыстанып не қылып жатыр ағайындар. Ренжімеңіздер, өте Қазақстан емес СНГ-ге танымал стример кіріп отырғаннан кейін айту керек. Жыламай айтпай болмайды бұл нәрсені. Ол келіншегіне ғана емес, менің де көзіме жас келіп жатыр. Себебі қолымнан келгенше көмегін берсе деп ниеттеніп жатырмыз ағайындар. Noz bo'lsa ham kam o'rnida ko'rasizlar, biz ham qo'ldan kelgancha. Маған рахмет бауырым, шешіп беремін. Noz bo'lsa ham endi biz qo'ldan kelgancha O'zbekistonni nomidan, akalarni, opalarni nomidan Alloh shifo bersin, yaxshi bo'lib keting. Yaxshi ish boshlayapsizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yana келе бермейді, бұл адам көтеріле бермейді екінің бірінің эфиріне. Келіншегі Сардор, келіншегі көзіне жас келіп жатыр, жылап жатыр. Қазір сен маған аттың $200 аттың, сразу шешіп осы кісілерге сразу жіберетін боламыз. gap yo'q, shu yechib biz ham endi o'zimiz hissamizni qo'shaylik, ozroq bo'lsa ham. Sardor Mirza, mana tыңдаңызшы ya. İşte. 3,5 жыл болды ғой күйеуім травма алғанына ше. 3,5 жыл бойы құдайдың құттығын бәріне күнде жазамын ше. Енді маған да күйеуімнің тұрғаны керек ше. Біз молодая семьямыз, біздің 2 кішкентай баламыз бар. Енді мынандай шанс болып тұрғаннан кейін ше мен күйеуімді тастамаймын ғой. Енді біз үшін жұмысқа барған адам біз асыраймыз деп ше. Мен Алладан қорқамын да. Мен өз алдымда мақсат қойғам ғой, қайтсем де күйеуімді аяққа тұрғызамын деп ше. Енді мынандай шанс болып тұрғанда просто поддержка керек, пожалуйста. Сіз мен действительно мен бір арманым едіңіз ше, хотя бы бір живой көрсем бе деп. 3,5 жыл бойы бәріне жаздым ғой ше, міне. Соның ішінде естіген осы Ербол Мырза ғана ше. Жан айқайымыз. Xudo xolasa yaxshi ishni boshlabsizlar, молодец. Endi Allohning xohishi келмей жатыр. Сардор, мен шын айтасың, жаңа бір сөзің өтіп кетті. Қолымнан келмей жатыр. $40,000 жинау керек бұл кісілерге. Қазір Аллахтың қалауымен бірақ $8,000 жиналды. Арғарата енді күніге аша берсем де болмайды. Bir көмектесіп жіберіңдер, Сардор. Tushundim. Biz O'zbekistondan ham qo'limizdan kelgancha yordam istaymiz. Nimaga Qozog'istonda Алладан еселеп қайтсын, бізден қайтпаса да 2 балам күнде сұрайды, папа қашан тұрады деп. Әйел адам ретінде мен де қиналып кеттім. Күйеуімнің қиналғанын көрсем, мен вообще жүрегім уже бар ғой, бір тоқтап қалады сияқты. Opajon, yig'lamang, qarang. Жабылып жан-жақтан, пожалуйста. Opajon, nimaga Qozog'istonda aktivi Қазақстанда baland болмай тұр ғой, жаңыз жан аштырған осы Ербол Мырза ғана міне. Барлығы де құдайдың құттығын представьте, күнде жазамын ғой, ешкім міне біреу жауап бермеген ғой. Боқтайтын, неше түрлі жазғандар да бар, издеваться етіп. Сардор бауырым, осы төбеде алла тұр ғой. Осы Ербол, сен тем более анау аяқтан сен эфирға кіріп тұрсың ғой, сен бізге түйтіп. Біздің Қазақстанның блогерлары, стримерлері талай адамға жазып қой. Алла қаласа тұрамын деген, парақша бар ғой, парақша біздікі. Көзіңдей? Қазақстанның бәрі таниды бұл кісілерді, Сардор. Өздерінің аккаунттары таниды барлығы. Көмектеспей жатыр, Сардор, ешкім енді. Басын батладық енді. Xo'p, молодец, bitta narsa. Қазір туыста, доста ешкімді қалмады шын, вообще. Баяғыда күйеуім стройкада жүрген кезде миллиондап тапқанда көп, миллиондаған досы бар еді ше, қазір біреуі жоқ шын. Обидно ше, даже туыстарда келмейді ғой бізге ше. Qozog'istonda auditoriyasi ulkan, Сампон айтып жатыр. Енді Кейде ойлаймын да, айтты оған да енді мен WhatsApp-ына да шықтым. Сардор, мен бөліп жармаймын ғой, білесің ғой, сен де сыйлаймын, монт та сыйлаймын, сен тем более жақын адамсың маған. Мен барынша айттым, енді құлақ аспай жатыр, Сардор, бәлкім осыдан кейін